жылама. Мен маған наразымын дедім. Біздің 140-ші тұрған оқушы қазақ тобындағы 100-ші орыс тобындағы баланың несінен биік дедім. Бұл не деген сөз? Бұл біздің білім деңгейі жоғары деген сөз. Қарапайым қазақ балаларының. Сіздерде қазір қазақ тобында 10 математик бар, орыс тобында 4 математик бар. Сіздер қалай орыс тобын көбейтпекшісіздер? Соны айтыңызшы. Бұл саясат. Сіздер орыстандыру саясатын жүргізіп жатсыздар қолдан. Россия болса түсінесің да, орыстар не көп. Қазақстан ғой, Қазақстанда жер балам. Балам балы 1178, 112-ші орында. Біз ойлағанбыз. Жылда 120 грант бөлініп жүрген, даже ана жылы 120 грант бөліп қуанып жүрдік, 112 балмен түсіп кетеді деп. Қарасақ, осы жақында шешім шыққан кезде, 100 орын грант бөлінген кезде, мақұл осы азайып қалған шығар, жаңа Қазақстанда ақшалар жетпей қалған шығар деп ойласам, мақұл деп қоясам, орыс куппаны қалсам, 28 грант артық бөліп жүргенде, 100 грант, яғни қазақ пен орыс куппасын теңестіріп жүрген. Бұндай орыс группасына балдарды қарасам, ол жерде ең соңғы бал алған бала қазақ группасында 140-ші орында тұрды. Демек 40 бала әділетсіз шешіммен аластатылды деген сөз. Қазақ оқушыларына деген кәдімгідей құқық бұзушылық, яғни конституция бойынша қазақ оқушының құқығы бұзылып тұрды. Солнце свет в небесах, урожай на полях, песня смелых сынах прославляют в веках слава нашей земли с давних пор на устах. Как ты горд и силен, мой родной Казахстан. Край мой родной, мой народ со мной, в поле цветок, взращенный тобой. Песня звенит на устах народа, Родина, свобода, вечный Казахстан. Все пути предам. Вы видите, что я славянской национальности? Будьте добры разговаривать со мной на русском языке.